Бүгін Мұнайлы ауданы Баянды ауылындағы нөмір 3 жалпы білім беретін орта мектептің мұғалімі Қуат Байназаров үздік педагог атанды. Ол байқау кезінде көрнекті зерттеуші мифолог Серікбол Қондыбайдың Маңғыстау облысының туризмін дамытудағы еңбектері жайында жоба дайындаған. Мектеп қабырғасында Серікбол Қондыбайдың мақаласы негізінде өмірге келген ғажайып музей қызмет жасап тұр. Толығырақ әріптесім Камила Абдрахманқызы тарқатады. Баяндыдағы номер 3 орта мектептің директоры соңғы жылдармен салыстырғанда оқыту мен оқу үдерісінде ғылыми жоба, түрлі сайыстар, олимпиадада да білім сапасының артуында жүйелі өсім бар екенін айтты. Мектептің 10 алтын белгі, 12 үздік аттестат иегері шыққан. Жыл сайынғы мектеп бітіруші түлектері жоғарғы оқу орындарының гранты иеленіп, мектеп беделін көтеріп жүргендермен мақтанды. Қазіргі таңда мектебіміздің 1834 оқушысы қашықтан білім алып жатса, бірінші сыныптың 231 оқушысы кезекші топтарда мектепке келіп білім алуда. Осы қашықтан білім алуды дұрыс ұйымдастыру мақсатында үкіметтің қамқорлығының арқасында мектепке 140 компьютер келді, 70 ноутбук, 70 компьютер. Соны қазір ата-аналарға қажет деген оқушыларға таратылып беріліп жатыр. Аталмыш мектеп 2013 жылы ашылғанмен қазіргі таңда жетістіктермен қоса ішкі тыныс-тіршілігімен де ерекшеленеді. Соның бірі Серікбол Қондыбайдың мақаласы негізінде өмірге келген ғажайып музейді айтуға болады. Бұл музей осыдан 2 жыл бұрын мұғалім мен оқушының қолымен жасалған. Музейдің іші мақалада айтылған деректі бейнелермен толықтырылған. Сондай-ақ 30 жыл ұстаздық тәжірибесі бар Құралай Қамыспай оқушыларының жетістіктерімен бөлісті. Сынып жетекшілік еткен оқушыларым осы 18-де соңғы түлегін бітірді. 18 оқушымның 16-сы грант иегерлері атанып, 8 оқушым 4-еуі алтын белгімен, 4-еуі ерекше үлгідегі аттестатпен бітіріп шықты. Бұлай сабақ берген оқушыларымда жақсы бойларына тарихи танымы қалыптасқан, белгілі бір саланың азаматтары болып, әлі күнге дейін әсіресе осы ұстаздар күні қарсаңында келіп құттықтап, телефон соғып құттықтап жатады. Бұның барлығы жылдар бойғы еткен еңбектің өз кәсібіне деген сүйіспеншіліктің нәтижесі деп есептеймін. Бүгінде 1800-ден астам оқушы білім алатын мектепке кірген бойда жайлы күйге бөленесің. Заманауи үлгіде жабдықталған сыныптар, жарық шамдармен көмкерілген кіреберіс, асхана, кітапхана еріксіз білім ордасына шақырып тұрғандай. Кіреберісте орналасқан кішкене су бұрқақ та өзінше мектеп ішіне сән беріп тұр. Камила Абдрахманқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс.